олардың дамуы дұрыс динамикамен келе жатқан жоқ, құндылықтар жетіспей жатыр деп жатсың ғой, иә? Сол даудың басы Дайрабайдың көк сиырынан басталды, бәленің бәрі мына Смирнов деген оңбағанның 1865 жылы апрельде бастаған ол ГУПП, главное управление жаңағы по делам печати, осы жерден бастады бұлар. Кеттік ары қарай. Мына фон Кауфман деген, сіздер бұны білулеріңіз керек, бұл кәдімгі Түркістан генерал-губернаторы, Ташкентте өмір сүрген адам. Ол 1876 жылы ішкі істер министріне жазған хаты. Көрдіңіздер ме жазған хаттарын оңбағанның? Кауфман предлагает министру, чтобы со стороны ГУПТБ были приняты необходимые меры для ограничения казахского книгоиздания и книгораспространения дейді. Мына отыраттағына, 1876 жылы хат жазып жатыр ана жаққа, Ташкентте отырып. Аналарың күшейтіндер, что-то мына қазақтарың күшейіп бара жатыр. Сол бұлардың ішінде осы сіздер тыңдап жүрген ана Қиссай Зархун, Қиссай Адам, Мұхаммедия, Қиссай Сейд Баттал, көп оның атаулары деген ана, оның есебінен шыға алмайсың. Біздің мына шығарып біліп оқып жүргеніміз үш-төрт-ақ қисса. Ал енді бізді қалай ақымақ қылады? Ананы көрдіңдер ме? Исключение можно было сделать ради благовидности для Аль-Корана. Аль-Коран деп отқан Құран, которого огромное большинство даже грамотных мусульман вовсе не понимает дейді. Яғни бұлар өздері сүйкімді көріну үшін қазақтар ақымақ қылайық дейді да, ана тілінде оқи алатын сондай жаңағыдай құндылық жазылған кітаптарының бәрін шығаруға тыйым салады. Тек Құранға ғана рұқсат береді. Бірдеңе енді айналайындар, енді шығарып отыр ғой Құрандарымды, енді қасиетті кітаптардың үйінде тұрғызып саған не керек? Сен өзің ойлашы. Ол 19 ғасырдың екінші жартысында Құранды қайта оқиды, ана көшіп жүрген халық. Ол арабша білмейді де. 21 ғасыр міне отырсын, оқи аласың ба Құранды? Сауатың жоқ қой сен, оны айналайына, оны бар 10 жыл, 15 жыл Каирге барып зор оқып келіп жатыр адамдар. Көрдің бе қалай ақымақ қылып отыр? Бірақ диван хикметтерді, сияр шәріптерді қиссасылармен шығаруға рұқсат бермейді. Құранды беріп қояды да ақымақ қылып отыра береді ана жерде. Сен сауатың ашылмайды. Жібер. Көрме, жестокая тирания распространилась на всю сферу духовной жизни казахского народа. Осын қайталап оқимын. Жестокая тирания распространилась на всю сферу духовной жизни казахского народа. Сіздердің міне рухани өмірлеріңіздің әбден азып, біздің бәріміздің тозып, айтатын не сөз жоқ, не әйелімізді ұстай алмаймыз, не баламызға дұрыс тәрбие бере алмаймыз, не бір әлемдік аренада бір мәдениет, бір этика көрсете алмайсың. Соның бәрін қаяқтан шықты деген кезде, строжайшая регламентация подверглось все казахское книгоиздание, но особенно пострадали от нее казахская литература, учебно-педагогическая книга, мусульманская духовная литература, этика, назидательная книга и другая литература. Сіздер мен біздердің ата-бабамыздың 1000 жылдан бері, яссауиден бері түсініп келе жатқан кітаптарының бәрін сыпырған ғой мына оңбағандар. Кәдімгі ұстаған жерінде. Ал оны ұстаған жеріне алып қояды. Ал енді ұстай алмаса, онда ол кітаптар тығып ұстайды. Сөйтіп дағына оны көбіне бұдан да қатты ұстай алмай жатқан себептері жыршылар бұларға кедергі келтіріп жатыр. Аналар жырларын бәрін жаттап алады да, жаңағы біздің Әлихан ұстап жүрген жерінде жырлап, жұрттың құлағын құйып кете береді. Сонда өте ыңғайлы репрессияның болатын бір себебі сол. Уже мынандай цензурамен тоқтата алмайды, физически ликвидирование дейді, алады да 32-ші жылы аштық ұйымдастырып, сосын 38-де ататын себебі сол. Мына 1890, 900 қараңыз, за 10 лет на казахском языке были изданы 162 наименования книг. Айландырған 10 жылда 162 кітап шығарып тастады. А сіздер, ойбай, отбасы Христиан матиясы 10 жылдың ішінде құндылықтар қалтасымен қосқанда 36 кітап шығарыпты, соған таң қалып жатсыздар 21 ғасырда. 19 ғасырда шығарып тастағандарын қарау, айландырған 10 жылдың ішінде 162 кітап шығарып тастайды. Кейін бұның бәрін құртады, бұл 17 жылды тоқтайды қазір. Жібер тағы да.